Құрметті желі пайдаланушылар, Западный кітапхана филиалы өткеннің мәңгілік мұрасы фольклорлық этнографиялық экспедициясы атты жобасын іске асыру аясында алдындағы шығарылымда ертегі бейнеролигін ұсынған болатынбыз. Енді осы жобаның жалғасы ретінде сіздердің назарларыңызға жұмбақтас туралы аңызды ұсынамыз. Ертеде мыңдайдаған азуы 6 қарыс бір бай болған екен дейді. Байдың ұлы көп, ал қызы жалғызақ екен дейді. Қызы бет біткеннің көріктісі, асып туған перизат, өзі және ақылды, өнерлі, ата-анасы әлпештеп өсіреді. Әкенің ойы қызын хан баласына немесе ақылгөй би баласына беру. Күндердің күні сол елге бір сері жігіт келеді. Өзі сұлу, өзі әнші, өзі күйші, 8 қырлы бір сырлы, жігіттің сұлтаны. Үлкен де, кіші де оны ауыздарынан тастамай, мақтаумен болады. Бірде жігіт байдың қызымен жүздеседі. Екеуі де махаббат отына жанып, жас жүректер жалындап табысады. Бірақ қыздың әкесі олардың қосылуына өлсе ризашылық берер ме? Соны білгендіктен қос қашық ретін табады да, екі сәйгүлікке мініп, түн жамылып қашып кете барады. Талай күн, талай түн бел шешпестен суыт жүріп, Бурабайға келіп жетеді. Қуғыннан қара үзіп кеттік, ізімізден адастырдық деген қуанышты көңілмен осы араға тоқтайды. Күміс көлдің жағасына хош иісі аңқыған жасыл жапырақ, көк балаусадан қос тұрғызады. Жігіт анау-мынау шағын кемеге бергісіз үлкен сәнді қайық жасайды. Онымен екеуі көл бетіне шығып сайраңдайды. Күміс көлдің теріскей шығысы тұсындағы әдемі иінге жиі барып, ұзақ-ұзақ аялдайды. Көкшенің көлеңкесі үнемі түсіп тұратындықтан ба, әлде басқадай бір сыры бар ма, әйтеуір қолтыққа ұқсаған бұл үйін алқара көк тартып, күміс судан бөлек бояуымен әдемі әсер туғызады. Сол реңкіне қарай оны ата-бабаларымыз көгілдір қолтық деп атаған екен. Екі жас осы көгілдір қолтық айдынында тамыл жыған табиғатқа тәнті болады. Суда шоршып ойнаған балықтарды қызықтайды. Махаббат періштесіндей аққуларды тамашалайды. Қосылған қос аққудай екі жастың махаббатқа мас, қызықты күндері осылайша өтіп жатады. Бұл кезде оларды қыздың ағалары шарқ ұрып іздеп жүреді. Қызының салт басты сабау қамшысы бір әуеймен қашып кеткен білгенде әкесі жер тепкілеп күркіреген болатын. Бүкіл елін қырып жібере жаздаған. Ұлдарына жасақ қосып беріп, қуғынға аттандырған. Жігітті өлтіріп, қызын қайтып әкелуге қатал әмір еткен. Әке қаһарынан қорыққан ұлдарының бармаған жері, баспаған тауы жоқ. Айлардан айлар өткен бір кездері қашқандар ізінің сорабын дәл тауып, қауіп қатерсізде төбеден түсуге шақ қалады. Әйтеуір Құдай сақтағанда екеуінің көзі олардың қарасан ертерек шалып қалған еді. Оны мұны керектерін ала жан ұшырып, қайыққа жетіп үлгереді. Бөгелместен көлге шығып кете барады. Қуғыншылар бармақ шайнап қала береді. Бірақ кейін қайтпайды. Бай қаһары қатты. Жағалауды торуылдап жүреді де қояды. Олар қайықтың көгілдір қолтыққа жиі соғатынын байқайды. Қайық бір табылса осы арадан табылар деп аңдиды. Қалың жапырақ жамылып, жасырынып, садақ ыңғайлап тұрады. Оларды екі жас аңғармайды.
бір жолы жағалауға тым жақын келіп тоқтайды. Оңтайды сәтті пайдаланған қыздың ағалары қапы жібермейді. Жігітті келген көздеп, садақты тартып кеп қалады. Найзағайдай зу өткен сұр жебе жігіттің тура жүрегіне қадалады. Жігіт қайықтан ауып құлап түседі. Күміс суды қызыл қанға бояп, шым батып кете барады. Ғашық жарынан арманда айырылған аяулы ару қайғыдан зар еңірейді. Сүйгенінің артында қалған тіршіліктен безінеді. Екі кеш зауал шақта таудан асып бара жатқан күн көзіне қарап, екі қолын бірдей созып, Тәңірге жалбарынады. Өзін қайғымен бірге тасқа айналдырып жіберуін тілек етеді. Жасаған ие оның шын төгілген көз жасын қабыл қылады. Кейінде ата-бабаларымыз кіршіксіз махаббатқа куә сол тасты жұмбақ тас деп атапты. Бір жағынан қарасаң кәдімгі кеме, екінші жағынан шашын жел жұлқылап тұрған пісте мұрын қыз. Сәл бұрыстау жылжысаң, ару қызымыз қайғыдан жүрген кемпірге ұқсап кетер еді.